Сәлеметсіздер, мен Өскемен қаласының білім беру басқармасы бойынша Ахмет Байтұрсынұлы атындағы нөмір 26 орта мектебінің 9 А сынып оқушысы Ғайза. Бүгін мен мектептің балаларынан олар экология туралы не ойлайтынын сұраймыз. Менің ойымша, қоршаған ортаны қорғау үшін, ластамау үшін. Экология деген бұл табиғи тіршілік. Мысалы, қазіргі ол мысал келтіре білсек, су, ауа, табиғат және де ағаштар бәрі біз экологияға жатқыза аламыз. Иә, себебі қоршаған ортаны қорғау керек. Менің ойымша, табиғат, су, ауа. Бәрі экология туралы ойлайды, бірақ бәрі бірдей әрекет етпейді. Экосанат тек ой емес, әрекет. Сен де баста. Ахмет Байтұрсынұлы атындағы нөмір 20 орта мектебінің 9 А сынып оқушысы Имашева Нұрай. Мен сіздерге ұсынылған жобамның аты Шығыс Қазақстан облысының қазіргі экологиялық проблемалары және оларды шешу жолдары. Жұмыстың өзектілігі: Шығыс Қазақстан облысының экологиялық ахуалы шешусіз проблемаларға айналып, өз өзектілігін көрсетуде. Жұмыстың мақсаты Шығыс Қазақстан облысының адам экологиясының проблемаларына сараптама жасап, оларды шешу жолдарына ұсыныстар жасау және де практикалық жұмыстарды атқару. Жұмысының міндеті: Шығыс Қазақстан облысының адам экологиясының негізгі проблемаларына сараптама, Шығыс Қазақстан облысының адам экологиясының негізгі проблемаларын шешу жолдарына ұсыныстар, және де Шығыс Қазақстан облысының қоршаған ортаға экологиялық нұсқан келтіретін себептеріне талдау нәтижесі бойынша жасалған практикалық жұмыс. Бәрі бір жерге кету керек деген Барри Коммонердің осы сөзіне тоқтала кететін болсақ, қоршаған ортаға түсетін тұрмыстық және өндірістік қалдықтар із-түзсіз жоғалмайды. Олар табиғи циклдарға кірмейді және біртіндеп суда, топырақта және де тірі организмдерде жиналады. Бұл атмосфераға шығарылған ластаушы заттар шығарындыларының көлемі. Қазақстандағы тұрмыстық қалдықтардың құрамы. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңызда ең көбісі бізде қағаз, картон, шыны, полимерлер болып табылады. Қағаздың қолданылуы. Қазіргі таңда әлемде жыл сайын 400 миллион тонна қағаз қолданылады. Ал өзіміздің қаламыз Өскеменде күніне 16 мың килограмм картон коробкалар жиналады. Бұл дегеніміз жылына 5 миллион 840 мың килограмм картон дегенді білдіреді. Қағаз өндірісінің әрбір кезеңі көп суды қажет етеді. ЮНЕСКО-ның су білімі институтының мәліметі бойынша бір үш парағы шамамен 13 литр суды қажет етеді. Бұл біздің Өскемендегі экологиялық проблемалар. Шығыс Қазақстан облысының адам экологиясының негізгі проблемаларын шешу жолдарына ұсыныстар. Құқықтық: олар қоршаған ортаны қорғау туралы заңдар жасауды қамтиды. Экономикалық: табиғатта техногендік әсердің салдарын жою елеулі қаржылық салымдарды қажет етеді, әсіресе өндіріс орындарының салық жүйесінің реформалары. Ал технологиялық: ол негізгі міндет экологиялық таза энергия көздерін құру, қалдықсыз өндіріс пен қайта өңдеу салаларын дамыту. Экологияны құтқару барысында жасалған волонтерлық практикалық жұмыстар 4 бағытқа бөлінеді. 5-10 сынып оқушыларының экологиялық білімдеріне бақылау жұмыстары, қағазға екінші өмір сыйлайық акциясы, пластикалық крышкаларды жинау акциясы және де қоқыс жинау, яғни бірінші сенбілікке шығу. Бірінші бағыт мен волонтерлық жұмысының бірінші бағыты бойынша 5-6 сынып оқушыларының арасында, 7-8 сынып оқушыларының арасында және де 9-10 сынып оқушыларының арасында экологиялық сауалнама жүргізіліп, мониторинг жасалды. Мониторинг барысында мектеп оқушыларының экологиялық білімі, санасы, мәдениеті жоғары екені байқалды. Бұдан шығатын қорытынды: барлық оқушылар қаламызды таза ұстауға, қорғауға білімі жеткілікті екені дәлелденді. Екінші бағыт бойынша қағазға екінші өмір сыйлайық акциясы волонтерлік жұмысына тоқтала кететін болсам, мектепте макулатура жинап, килограммын 35 теңгеден өткізіп, белгілі қаражатты жинап, қайырымдылық қорының шотына жібердік. Біздің мақсатымыз қайырымдылық қорына көмектесу ғана емес, балаларға, яғни оқушыларға экологиялық сананы қалыптастыру. Бұл біздің мектепте жүргізілген волонтерлік жұмыстар және де қайырымдылық қорына жіберілген чек. Үшінші бағыт бойынша пластикалық крышкаларды жинау акциясы. Біздің мектептің балалары көптеген крышкаларды жинап, оны қайырымдылық қорына жіберді. Және де қайырымдылық қорынан бізге Америка құрама штаттарынан осындай мадақтама келді. Төртінші бағыт бойынша әрбір сенбі күні қаламызды тазарту мақсатында сенбіліктер жүргізілді. Енді қорытындылай келетін болсам,
Бұл жұмыста Шығыс Қазақстан облысының адам экологиясының негізгі проблемаларына дайын ақпарат көздерін, яғни диаграмма мониторинг іздестіріліп сараптама жасалды. Шығыс Қазақстан облысының адам экологиясын шешу жолдарына ұсыныстар қарастырылды. Бұл ұсыныста әсіресе ең көп қалдық, қағаз, шыны, тағам қалдықтары екені анықталып, мектеп оқушыларымен жұмыс жасалды. Шығыс Қазақстан облысының қоршаған ортаға экологиялық нұсқан келтіретін себептеріне талдау нәтижесі бойынша жасалған практикалық жұмыстың талдау нәтижесінде 1 жыл көлемінде практикалық жұмыстар жүргізілді. Ал жаңағы айта кеткен қағазға екінші өмір сыйлайық акциясы пластикалық крышкаларды жинау және сенбіліктер. Менің өзімнің экологиямызды қорғауға ұсыныстарым: қала бойынша қалдық өнімдерін сұрыптау жұмыстарын жүргізу, қала бойынша айына 1 рет сенбіліктер ұйымдастыру, жасөспірімдер арасында экология бағытында топтар құрып мақсат міндеттерін нақтылау, және де біздің мектеп оқушыларының экологиялық мәдениеті мен тәрбиесін дамыту.